Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы қазақ әдебиетіндегі ең көрнекті шығармалардың бірі. Бұл туындыда қазақ даласының сұлу табиғаты, бәйге дәстүрі, тұлпарға деген халықтың сүйіспеншілігі мен пендешілік қызғаныштан туған опасыздық қатар өріледі. Поэмада ақан серінің жүрегі құлагердің қасіретті тағдыры баяндалады. Поэма қазақ даласының кең тынысын бейнелейтін керемет табиғат суреттерінен басталады. Ақан сері сүйікті тұлпары құлагерді мініп, Сағынайдың астында өтетін дүбірлі бәйгеге аттанады. Бұл ас елдің аузында жүрген үлкен жиын. Онда әр рудың сайдың тасындай сәйгүліктері жарысқа түседі. Атшабар жерге жиналған жұрт құлагерге таңдана қарайды. Жұрт оның сымбаты мен бітіміне сүйсініп, бәйгенің алдын бермейтін тұлпар екенін айтады. Атақты сыншы Күреңбай оны көргенде, жүйріктеп құлагерді біз білеміз, қамшы салмай өзі-ақ зоғылдайды деп, оның асқан шапысты тұлпар екенін мойындайды. Осыдан кейін Батыраш құлагердің бәйгеде оза шабатынын біліп, өзінің атын жеңеме деп қорқады. Ақан серінің жүйрігін көре алмай, іштарлықпен қарайды. Құлагер кетсе озатын, өзіме қалмас сөз атақ. Бәйгені бұған берсем мен, атымнан қалар жұрт шошып деп, Батыраштың осы ойлары оның қызғаныш пен іштарлықтың құрбаны болғанын көрсетеді. Ол өзінің сенімді адамдарын жинап, құлагерді өлтіруді жоспарлайды. Көп ұзамай бәйгеде басталады. Аттардың дүбірі жерді солқылдатып, жүйріктер шапқан сайын қойын көтеріліп, топырақ бұрқырайды. Құлагер қалың топтың ішінен суырылып шығып, алға озғанда, ақан серінің қуанышында шек болмайды. Бірақ оның бұл қуанышы ұзаққа созылмайды. Жарыс жолының бір қалтарысында Батыраштың қаскөйлері аңдып тұрды. Құлагер көз ұшында жалғыз жүйрік болып келе жатқанда, оның алдынан қабада шыққан біреу ауыр таспен тұлпардың дәл маңдайынан қойып жібереді. Ақан сері бір жамандықтың болғанын жүрегімен сезіп, алдындағы көрініске сенбей тұрып қалды. Ол атынан секіріп түсіп, құлагерге қарай ұмтылды. Бірақ тұлпары үнсіз, жансыз жатыр. Құлагердің жансыз жатқан денесін көріп, ақан сері көз алдындағы қасіретті қабылдай алмай егіліп жылайды. Оның жанарынан аққан жас тұлпарының қанына араласып, дала төсін мұңды үн басады. Құлагерден айырылғаннан кейін ақан серінің өмірі күрт өзгерді. Ол бұрынғыда ел ішінде жиын тойда жүрмей жалғыздықты таңдады. Адамдардың арамдығынан көңілі қалып, қалың жұрттан оқшауланып кетті. Өнері мен әні бұрынғыдай жарқырамай, енді оның әндерінде қайғы мен мұң басым болды. Ілияс Жансүгіровтің шебер суреттеу арқылы бұл поэма қазақ әдебиетінің алтын қазынасына айналған. Сізді «Құлагер» поэмасын оқып, өнер мен сұлулықтың шынайы бағасын түсінудің маңызын сезінуге шақырамын.